Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Алдыңғы видеода имбирный пряники жасаған болатынбыз. Енді бүгін соның бетіне сурет салатын айсингті дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Айсингтің барша қыр-сырларын сіздермен бөлісетін боламын. Ең бірінші таза майсыз құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаның ақуызын саламыз. Ең бірінші жұмыртқаның ақуыз бен сарыуызын бөлмес бұрын жұмыртқаның сыртын салқын сумен, содамен жуып алу керек, ол өте маңызды. Ал енді ақуыздың үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Сахарный пудра барынша сапалы болғаны жөн. Ал егерде қолмен өзіңіз үй жағдайында жасаған сахарный пудра болса, міндетті түрде ситадан өткізіп барып қолданыңыздар. Сахарный пудрамызды салып болғаннан кейін венчикпен араластырып аламыз. Кейін барлып миксерлейтін боламыз. Себебі бірден миксерлейтін болсақ, бөлменің барлығына сахарный пудра жайылып шашылып кетеді. Сол себептен бірінші қолмен жақсылап араластырып алыңыздар. Және тағы бір айта кететін жайт, айсингке кукуруз крахмалын қолдансаңыздар болады. Ол біздің айсингтің барынша қоюлануына көмектеседі. Сол себептен бір шай қасықтың ұшынан қосып жасап көрсеңіздер, өте керемет айсинг болып шығады. Барлығын қосып болғаннан кейін, массамыз қоюланғаннан кейін миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жоғары қарай көтере береміз. Біз айсингті көпіртпейміз, тек қана араласу процесін ұзағырақ жалғастырамыз. Сахарный пудраның құрамында майда кристалдарды ақуызбен ертеміз. Сол себептен ұзақ мерзім алады, яғни 7-8 минутта миксерлеуіңіз мүмкін. Сіздің енді миксеріңіздің күшіне байланысты. Миксерлеу барысында айсинг қоюланбай жатса, сахарный пудра біраз қасық қосып жасап көрсеңіздер болады, себебі әр жұмыртқаның ақуызы әртүрлі грамда шығады. Міне айсинг дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай венчиктің басында өз формасын жақсы ұстап тұр. Енді әртүрлі краска қосып араластыра берсек болады. Ең алдымен кеселерімізге 1-2 тамшы су құямыз, небәрі 1-2 тамшы, одан кейін барып оған краскамызды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде ұнтақ краска. Кейін барып айсингтан кішкене бір қасықтан ішіне қосып, оны жақсы араластырамыз. Айсингтің бетін су сүлгімен немесе су матамен жауып қойыңыздар, ол бөлме температурасында қатып қалуы мүмкін. Кеседегі көріп тұрғандарыңыздай силиконовый лопаткамен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Егерде сіздерде айсинг барынша қою болса, кішкене қасықтың ұшымен 2-3 тамшы су қосып жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Бізде айсингтің араласу процесінде өзінің атаулары бар, яғни дәл қазіргі менің қолымдағы қызыл түсті пайпинг деп аталады. Бұл бізде сәл қоюлау болып шығады, яғни пряниктің бетіне сурет салғанда ол томпайып әдемі болып тұрады. Ол өзінше бір ерекше көрініс береді. Сондықтан біздің жасаған базовый ақ түсті айсингке қалауыңызша су қосып, қою немесе сұйық қылып жасап алсаңыздар болады. Оны алдын ала өзіңіздің пісірген пряникіңіздің суретіне, түсіне байланысты өздеріңіз қалағанша өзгерте аласыздар. Дәл осы рецепті мен ұзақ іздедім және тауып сіздермен бөліскім келіп отыр. Келесі видеода пряниктердің бетіне қалай сурет салғанымды көрсететін боламын. Ал бүгінше осы айсингтің рецептімен видеомызды аяқтаймыз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке. Видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецепттермен бөлісіп отырамын. Сол себептен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.